Жарайды кыз, Шөкет атаммен таныстырайық. Біз ұлы жүзден шыққанбыз. Ұлы жүзден Дулат атамыз бар. Дулат атамнан Шымыр атаң шыққан. Одан біз Күнтөбіміз. Күнтөбіші Төрт қарамыз. Төрт қарадан Бажен атамыз шыққан. Одан Тасболат атамыз бар. Ауылда имам болған бас имам. Тасболат атаңнан Асқарбек атаң бар. Одан Пернебек атаң бар. Одан Асанбек атаң бар. Асанбек атаңнан Бекжан атаң туған. Одан кейін Сағдат сен әкең. Біздің осымыз 7 атамыз осы. Сізге рахмет. Мен есіме сақтап жүремін. Жарайсың біз. Ұмытпай, ақыларың бар. Келе ғой қызым. Бүгін біз кешкі асқа асқабақтан не жасаймыз? Манты жасаймыз, е? Онда сен маған мына тұрған асқабақтарды беріп тұр. Мен әдемелеп турап тұрамын. Жарай ма қызым? Иә. Анашым, мантыға қандай заттар қоямыз? Қосамыз ба? Онда мантыге біз ең алдымен асқабақ турап аламыз. Одан кейін картоп қосамыз. Қаламшы ет қоссақ та болады. Пияз қосамыз. Сосын қамырды елеп. Білесің ғой сен күнде маған сөйтіп түйіп көмектесесің ғой, иә? Иә. Сөйтіп жасаймыз, мамамыз сөйтіп дәмді тамақ болады, әкеміз келгенде есеміз дәмді тамақты алдына ұсынамыз, иә? Иә.